Баршаңызға қайырлы күн. Көбіміздің балалық шағымыздың естен кетпес дәмі коржықтарды жасаймыз. Менің қазақ тілді арнамды, қазақ тілді видеомды қолдау мақсатында менің арнама тіркелуіңізді өтінемін. Міне осылай әдемі, дәмді жұмсақ шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы айран керек. Сіздерде егер қолдың айраны болса, ол да жарай береді. Айранға ас содасын қосып, көпіріп реакция жүргенше жақсылап араластырамыз. Міне видеода көріп отырғандарыңыздай көбіктене бастады. Көбіктенді. Келесі кезекте қант пен сұйық майды қосып венчик көмегімен қант толықтай ерігенше 4-5 минуттай араластырамыз. Саусақты батырып көрсеңіздер де болады, қант түйір болып жүрмесе толық ерді деген сөз. Келесі кезекте ұнды 2-ге бөліп саламыз. Бір бөлігін салып жатырғанда разрыхлитель қосып, қасықпен араластырып жіберіп, қамырымызды қолмен елеп бастаймыз. Екінші бөлігін қосып жұмсақ икемге келгенше елейміз. Осылай оңай еленеді қамыр, жұмсақ болады. Дайын болған қамырды тыңдырып, демалдырып жайсақ та болады, бірден жайып алсақ та болады. Мен бірден жаюға кірістім. Ұнды осылай молынан сеуіп, қамырды алдымен қолдың көмегімен басып, кейін оқтаумен орташа көлемде жайып аламыз. Шамамен қатты жұқа немесе қалың керек емес, қалың болмайды, шамамен 1 см көлемде етіп жайып аламыз. Міне менде қамырдың көлемі осылай шықты, 1 см көлемінде. Келесі кезекте менде тек осындай форма болды. Сіздерде осыған ұқсас қандай форма бар, сонымен кессеңіздер болады. Немесе кез келген дөңгелек кесемен кессеңіз де әдемі шығады. Осылай артылған жерін жинап, тағы да жайып, коржық формаға кесіп, тағы пісіріп алсақ болады. Бірақ келесі кескеніміз, келесі ораған қамырымыз бізде кішкене қаттырақ болып шығуы мүмкін піскен кезде. Табамызға пергамент қағазын төсеп, коржықтарды орналастырып, бетіне айран жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер. Балаларыңызға, жанұяңызға ұнайды деген сенімдемін. Менің балаларым печенье ретінде қуанып жеп алды. Керекті заттар, ингредиенттерді мөлшерімен описание бөліміне жазып қалдырамын. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, маған тіркелуіңізді өтінемін. Барлықтарыңызға рахмет. Сіздермен бірге Дариға.